Қазақстанда болжамды энергобаланс бойынша келесі 10 жылда 18 гигаваттан жуық қуаты бар станцияларды салу қажет. Әрине, жаңартылған энергия көздері де дамытылып жатыр. Қазіргі уақытта да 139 объект жұмыс істейді. Болашақта да бұдан да көп жаңартылған энергия көздерінің объекттері салынады. Сонымен қатар газбен де жұмыс істейтін станцияларды салуға жоспар бар. Қолданыстағы көмірмен істейтін станцияларды жаңартылуға жоспарлар бар. Алайда жаңадан көмірмен істейтін станцияларды қаржыландыру сұрақтары өте қиын, себебі қоршаған ортаға өте жоғары зиян келтіреді. Сол себептен атом электростанциясы жасыл энергетикаға жататындықтан, оның қоршаған ортаға әсері аз болғандықтан, бұдан басқа тұрақты станция болғандықтан атом электростанциясын салу мәселесі қарастырылып жатыр. Жаңартылған энергия көздері жасыл энергетикаға жатады әрине, алайда тұрақсыз энергия болып табылады, себебі ауа райына тәуелді болған соң, желге, күнге тәуелді болады. Қазіргі уақытта қандай технология екен таңдау жасалған жоқ. 4 мемлекеттің технологиялары қарастырылып жатыр. Ол Кореяның технологиясы, Қытай, Ресей Федерациясы мен Францияның технологиялары. Қайда салынады деп сұраққа көптеген зерттеулер өткізілді. Климаттық сипаттамалар, геологиялық сипаттамалар. Осы зерттеулердің қорытындысы бойынша ең ыңғайлы жер Алматы облысында үлкен ауданы Балхаш көлінің аумағында, себебі болжамды электроэнергияның тапшылығы оңтүстік Қазақстан жақта туындайды деген болжам бар.